Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қонақтың алдына ұсынатын, үй жағдайында жасауға болатын әсіп пен қарта бауырдың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдағы уақытта менің бейне рецепттерімді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұранамын. Бір пиала күрішке күріштің бетін жапқанша қайнаған су құямыз. Және оны 10 минутқа қалдырамыз. Жүрек пен өкпені ет тартқыштан өткізесіздер.
біз мантываркада немесе суда 1 сағат пісіріп аламыз. Ас болсын!